Бауырсақ ертегісі. Ертеде ешкі жүні бөртеде бір ата мен әже өмір сүріпті. Күндердің бір күнде әже үй ішінде қамыр елеп дөңгелек бауырсақ пісіріп алыпты. Пештен шыққан бауырсақ алтын сары, дөңгелек, иісі аңқып көздің жауын алады. Пісіп шыққан соң бауырсақ терезе алдындағы сөреге қойылады. Бірақ ол тыныш жатпады. Домалап жүріп терезеден түсіп аулаға шығып кетеді. Домалай далаға бет алады. Бір мезетте алдына қоян жолығады. Қоян таңданып: Бауырсақ, тоқтай тұр, мен сені жеймін, дейді. Бауырсақ қашпайды да әндетіп: Мен әжемнен қаштым, атамнан қаштым, сенен де қашып кетемін, деп домалап кете барады. Одан әрі орман ішінен қасқыр шығады. Қасқырда ашулы кейіппен: Бауырсақ, мен сені жеймін, дейді. Бауырсақ тағы да әнін айтып: Мен әжемнен қаштым, атамнан қаштым, қояннан қаштым, сенен де қашып кетемін, деп домалап кетеді. Бір шама жүрген соң үлкен қоңыр аю кездеді. Аю басын шайқап: Бауырсақ, тоқта, мен сені жеп қояйын, дейді. Бауырсақ тағы да өзінің әнін айтып аюдан да қашып шығады. Ақыры жолда айлакер түлкі кездеді. Түлкі күлімдеп: Бауырсақ, сен қандай әдемісің, даусың қандай тамаша. Әніңді маған анық естіртіп айтшы. Бауырсақ мәз болып өзінің әдеттегі әнін шырқайды. Түлкі: Ой, қандай керемет. Бірақ құлағым естімейді ғой, жақынырақ келіп айтшы. Бауырсақ алдана түсіп түлкінің тұмсығына секіреді. Өте тамаша, деп түлкі тағы да: енді құлағыма сыбырлап айт. Сөйтіп бауырсақ түлкінің аузына тым таяп келгенде айлакер түлкі оны ләм деместен жұтып қояды. Сөйтіп мақтаншақ сақ болмайтын бауырсақтың қызықты саяхаты осылай аяқталады.